төтенше жағдайға байланысты тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев біз біргеміз қорын құрып, жомарт жандарды қайырымдылық жасауға шақырған болатын. Осы бастамаға Темір ауылының тумасы Қаныбек Бауыржан қолдау көрсетіп, тұрмысы төмен және мүмкіндігі шектеулі отбасыларға азық-түлік және құны 650 мың теңгелік ұнын таратып берді. Темір ұйым бастауыш ұйымы тарапынан осы бастамалар жалғасын табады деп сенеміз. Рахмет балдарға, олар денсаулық мықты болсын. Папаны таныйым мен, папа заводта істеді, не боп, светтің бастығы боп. Енді ол қазір Алматыға кеткен, бірақ бізді ұмытпайды. Мен ырзамын оларға, Темірді жалғыз орыс болғанда, сонда да ұмытпайды мен, айналайындар. Олар не істеседі, қайға барсады, жолын ашық болсын, айналайындар, ауырмандар, бала-шаға аман болсын, шешелер аман болсын, жүзге кесін шешелер. Мама болса, балдар жыламайды. Енді маған да қарасы батыр. Не істейм енді? Құдай берсін, кем болмасын, дастархан мол болсын, айналайындар. Дастарханда нан болсын, ақша мол болсын. Коронавирустан сақтасын, Құдай, айналайындар. Шаршады, қашан ашылады бұл түрме, жылап отырмын мен, айналайындар. Бірақ не айтам? Аман болыңдар. Аман болың. Мың рахмет. Қаныбековтың семьясына мың рахмет.